иесі болып үй тапсырмасымен өздерінің қопа болашақ. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Біздің командадағы Ерасыл үйіне қыз алып қашып келуде. Ойбай, сен онда бар, шаруаны түсер бар, балқаны түсер, анда ғымба. Сен бала, дұрыстап, аутын шап, әже. Дұрыстап, ұсақ қылдыр шап. Он жоқ қойды. Оны қапшықтың түрінде тұрады ғой. Кәс. Ұсақ қылдыр жа, артынан қазанға керек болады. Қапшықта жоқ үйді. Онда бір басқа шаруалар есіп білген болып тұрмыш. Көмек керек па, дұрыстап шап. Оны не істеп отыр? Енді өз айтқан жоқсың ба шаруаларын істеді? Мен саған ондай шаруалар істе деген жоқпын. Әйтеуір осыны әйтеуір жұрттың атында шаруа қостайды ғой. Келін келе атыр. Не маскамен жүрсің ей? Енді ұрлап жатқан жоқ қызы. Айтпайсың ба? Келін келе атыр. Келінген қайсы дейтін әші сөйлейді. Қатын, сенің өнімді біреулер бетін жалған сияқты ғой. Сендер жынсыңдар ма? Шешіңдер қолын. Шешші қолын. Сендер қуасыңдар ма? Не мауыз сауап қашпайсыңдар? Адам сауап қашпайсыңдар ма? Енді бақтаға сағат қашық қылмай қалды ғой. Тұратыр. Бауырсақ қанша салғансың ғой? Мен қайдам, Ерасыл, мынау не алып қашу? Дұрыстап, ата-анам алдына өтпейсің ба? Ата-анам алдына өтсем бермей қаяды ғой. Жан, оны қатыш. Сен аға, шекесі торсындай, көк қошауатын Дания сияқты палуан туп беремді көресің бе? Дания? Палуан? Аттан жатасып көткен өсің бе? Боқа! Мэлс? Рейсің кім? Ой, рейс деппін ғой. Мэлсің кім? Черный списокта жатқан жігіт қой. Боха, ты сияешь как звездуха. Қалай сонда звездуха? Боха, ты как влюбился в этого лоха? Қалай сонда влюбился? Сен не айтқың келіп тұр? Жүрші туысып айтайын. Жүр. Понял? Да, понял. Мэлс, менің аппағыма неге қардағын түсіресің? Жүр сөйлесіп қайтайын.
мыналар не мысық төсек кетті ме? Түсіндің ба? Түсіндім. Түсінсең бәрі аппаратура отыр. Әке, ана, бақаш көлдеген осы қылмай сіздерге айтып жүрген. Мә, келін, молодец. Өскенде мен сияқты ұстайын деп тұр ғой. Енді өзіңіз ба ағаш болып тұратын реквизитті қалдырып кеткен. Жан, кетіп, мен саған өз қорамды көрсетем. Бірінші бөлімнің соңы. Ендеше құрметті көрермендер, ойын соңында сіздердің алдарыңызда әділ қазылардың бағасы үшін емес, көрерменнің ықыласы үшін ойнап жүрген болашақ құрамасы. Рахмет, Темір.